Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай нарын жасайтын боламыз. Өте керемет, өте жақсы болып шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырдың өзі дара-дара. Осы видеоны ақырына дейін көріп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бірінші болып көретін боласыздар. Өте керемет нарын шығады. Міндетті түрде еңбегімді бағалап лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тіркеліп. Мен ішіне осындай бір сүйекпен бір қазы салып алдым. Өйткені дәмі ерекше болсын деп. Біз осындай қазыны жарылып кетпеу үшін өстіп үлкен инемен тесіп алатын боламыз. Өйткені тесілмейді. Баяу отта қайнататын боламыз. Осындай мен бір пияз тастадым. Өйткені менде етінің тұзының бәрі жақсы. Мен ондай тұз салмадым. Өздеріңіздің еттеріңізге қарай тұз салсаңыздар болады. Жақсылап үстіп көбігін алып алдым. Енді біз қамырын дайындайтын боламыз. Нарының өте керемет болып шығады. Бір жұмыртқа, су, описанияға қалдырып кетем. Нене салғанымды ішіне. Видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Қаттылау қып елетін боламыз. Бұның қамырын сол кезде жақсы болып шығатын болады. Мұны көріп тұрғандарыңыздай шамалы қаттылау қылып елеп алдым. Енді біз бұны пакетке салып біраз тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды жайып алатын боламыз. Жақсылап оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жайған кезде оқтайды жайған кезде шет-шетімен жайыңыздар, өйткені домалақ болып шығады. Сол кезде әдемі болып шығады. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмайды, сонда бірдей жайылатын болады. Сонда қамырыңызда жақсы шығатын болады. Өте күшті болып шығады. Дәл осы менің істегендей қылып істейтін болсаңыздар. Бір суалға қамырымызды жайып алдық. Сәл қалындау қылып, еттің қамырынан сәл қалындау қылып жайдық. Өйткені бұны торайтын болғандықтан мен осындай үлкен қылып кесіп алдым. Дәл осылай бөтен суға пісіріп алатын боламыз. Дәл осыны. Бәрін қырқып, үстіп кесіп алдым. Менде осы су қайнап тұр бөтен қазанда. Енді осы қамырымызды қайнатып пісіріп алатын боламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз пісіп шықты. Осы сүзгіштің көмегімен сүзіп алып, біз енді мұздай суға салып алатын боламыз қосыны. Мұздай суда салып алып, мұздай судан алып мен бүтін шолпыға суының бәрін сырғытып алдым. Біраз бір қоп қоятын боламыз. Үстіп қойып, ішіне осындай майды жағып алатын боламыз. Үстіп орап алдым. Торайтындай қылып орап алдым. Енді екеу-үшеу қылып орасаңыздар болады. Өйткені дара-дара болып шығу үшін мен бір-біреуден орап шықтым. Көбірек жақсаңыздар да болады, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Кешкі уақытта ертесіне турасаңыздар болады, холодильникке қойып. Маған қазір керек болғандықтан мен турап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай дара-дара болып шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай болып шығады. Күшті, керемет болып шығатын болады. Мен жасағандай алып шығатын болсаңыздар, мен алдынан дәл осылай істеймін. Енді етімізді жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Қанша майда қылып турасаңыздар, ішінде өте керемет болып жүреді. Ұсақтап турап алдық. Мына қамырымызды екеу қылып тағы да турап көрсетейін сіздерге бір рет. Дәл осындай қылып турап алдым. Қанша қамырыңыз майда болса жақсы көрінеді. Сорпасын ішеңіздер де болады, сорпалай құрғақтай жесеңіздер де болады. Өте керемет болып шығады. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, нәзік, нарым болып шығатын болады.